Сәлем оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен жануарлардың бөліп шығару жүйелерімен танысамыз. Оқуымыздың мақсаты омыртқалы және де омыртқасыз жануарлардың бөліп шығару жүйелерінің құрылысын салыстыру. Олай болса, сабағымызды бастайық. Жалпы біз білеміз, жануарлар бізде қарапайымдылардан омыртқалыларға дейін жіктелетіндігін. Ең алдымен қарапайымды жануарлардың өкілдерінің бөліп шығару жүйесімен танысып өтейік. Қарапайымдылардың ішінде негізгі өкілі ретінде біз кірпікшелі кебісшені алсақ болады. Яғни бізде суретте кірпікшелі кебісшенің суреті көрсетілген. Жалпы олардағы керексіз қалдықтар жиырылғыш вакуольдер арқылы сыртқа шығып отырады екен. Яғни жиырылғыш вакуольдерге денесіндегі бүкіл керек емес заттардың барлығы келіп сіңеді де, ол жиырылу процесіне өткеннен кейін бүкіл заттар жаңағы жиырылғыш вакуольдің жиырылуы арқылы сұйықтық түрінде сыртқа шығып отырады екен. Жалпы қарапайымдылардың осы инфузориядан басқа, яғни кірпікшелі кебісшеден басқа түрлерінде арнайы бөліп шығару мүшесі болмайтын, яғни жиырылғыш вакуолі мүлдем болмайтын түрлері де кездеседі. Бірақ та оларда диффузды жолмен жаңағы қалдық заттары диффузды жолмен, яғни бүкіл денесінің қатысуымен сыртқа шығып отырады екен. Келесі ол бізде жалпақ құрттар. Яғни жалпақ құрттарға біз негізінен өкілі ретінде ақ сұламаны жатқызсақ болады. Жалпақ құрттардағы бөліп шығару мүшесі ол протонефризий деп аталынады. Яғни протонефризий бізде суретте көрсетілген ақ сұламаның суреті. Ақ сұламада жаңағы құрттың денесінде ұзына бойына түтік тәрізді, яғни жұлдызша пішінді түтіктер орналасқан. Бұл бізде протонефризийлер. Яғни олардың арнайы бөліп шығару поралары болады екен. Сол арқылы құрт өзінің денесіндегі бүкіл керек емес зиянды заттарынан құтылып отырады. Келесі жұмыр құрттар. Жұмыр құрттардың негізгі өкілі ретінде біз аскариданы айтсақ болады. Негізі жұмыр құрттарда бөліп шығару жүйесі ол бізде түрі өзгерген протонефризий деп аталынады. Яғни, мысалы суретте бізде аскариданың суреті көрсетілген. Суретте, яғни құрттың денесінің ортаңғы бөлігінде арнайы бізде бөліп шығаратын канал болады. Сол канал арқылы ол денесіндегі зиянды сұйықтық заттарды сыртқа шығарып отырады екен. Болттық құрттар типіне тоқталайық. Болттық құрттар типінің негізгі өкілі бізде шұбалшаң екенін білеміз. Және шұбалшаңдарда бөліп шығару мүшесі ол жұп метанефризий деп аталынады. Яғни біз білеміз, шұбалшаңның денесі бізде сегменттерге бөлінгенін, яғни суретте көрсетілгендей әрбір сегментке бөлінген. Және де осы әрбір сегментте бізде жаңағы метанефризийлер орналасатын болып табылады екен. Метанефризий дегеніміз не? Ол бізде түтік тәрізді каналдар, яғни ол екі бөліктен тұрады. Бірі кірпікшелі воронкадан бір бөлігі, және де екінші бөлігі ол бізде бөліп шығару порасынан тұрады. Яғни болттық құрттардағы негізгі бөліп шығару мүшесін осы метанефризий атқаратын болып табылады. Келесі былқылдақ денелілер типі, яғни моллюскалар. Бұларда бір немесе көбіне екі бүйрек болады, және де бүйректері ол жүрек астында орналасады. Және де былқылдақ денелердегі негізгі түзілетін соңғы өнім ол бізде зәр қышқылы болып табылады. Және де қажетсіз өнімдердің барлығы бізде жаңағы бөліп шығару каналдарының поралары арқылы 14-20 тәулікте бір рет сыртқа шығарылып отырады екен. Осы буынаяқтылар типінің шаян тәрізділер класына тоқталсақ, яғни шаян тәрізділердегі негізгі ерекшелік оларда бөліп шығару мүшесі ол бізде жұп жасыл бездер деп аталынады. Бұл негізінен бас бөлімінде орналасатын болып табылады. Яғни ол мұртшаға немесе ауыз қуысына қарай сыртқа ашылады. Яғни шаяндарда осы жасыл без бөліп шығару қызметін атқарады. Енді буынаяқтылар типінің өрмекші тәрізділер және де буынақ денелер кластарына тоқталайық. Бөліп шығару мүшелері оларда бізде мальпигий түтікшелері деп аталынады. Яғни суретімізде көрсетілген мальпигий бізде тұйықталған түтікшемен басталады, және де оның екінші ұшы бізде артқы шекке қарай ашылатын болып табылады.
Бұдан бөлек бунаяқтылар типінде, яғни осы класстарда коксальды бездер деп аталынатын бөліп шығару мүшелері де болады екен. Келесі ол балықтардан сүтқоректілерге дейінгі жануарлардың бөліп шығару жүйесі. Яғни бізде балықтардан бастап сүтқоректілерге дейін ұқсас болып келеді. Оларға міндетті түрде бүйрек, несепағар, қуық, клоака деген зәр шығару мүшелері қатысады. Бізде суретте сүтқоректілердің зәр шығару мүшелері көрсетілген. Яғни бірінші бізде бүйрек көрсетілген, және де екінші, үшінші неде артерия, және де вена қан тамырлары. Одан кейін бізде жұп мүше несепағар көрсетілген, және де қуық, одан кейін зәр шығару түтігі. Бұл бізде сүтқоректілердің зәр шығару мүшелері болып табылады. Жалпы бұл кестеде осы жануарлардың бөліп шығару жүйесінің құрылысы, яғни біз бағаналы айтып кеткен қарапайымдардан бастап сүтқоректілерге дейінгі жануарлардың атаулары, одан бөлек бөліп шығару жүйесінің құрылысының ерекшелігі, яғни қандай мүше қатысатындығы жазылған. Бұл кестені дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Мысал алатын болсақ, жорғалаушыларды алсақ, оларда негізгі бөліп шығару жүйесінің құрылысындағы ерекшелік, яғни негізгі қатысатын мүшелер ол бізде бүйрек, несепағар, клоака және де қуық қатысады екен. Келесі бізде осы экскрецияланатын, яғни бөліп шығатын өнімдердің түзілуі мен ағзадан шығарылу кестесі көрсетілген. Яғни бізде қандай өнімдер сыртқа шығады, олар неден түзіледі және де қалай шығарылады. Енді осыларға жеке тоқталып өтсек, мысал алатын болсақ, көмірқышқыл газы. Ол бізде ағзамызда неден түзіледі? Яғни ол жасушалық тыныс алу нәтижесінде глюкоза мен оттегінің әрекеттесуі нәтижесінде бізде көмірқышқыл газы түзілетін болып табылады. Яғни көмірқышқыл газы ағзадан өкпеден тыныс шығарғанда шығарылатын болып табылады. Келесі ол бізде азотты қосылыстар, соның ішінде бізде несепнәр, аммиак, зәр қышқылы. Осылардың барлығы бізде негізінен бауырда белоктың, нуклеин қышқылдары мен артық амин қышқылдардың ыдырауының есебінен түзіледі, және де ол біздің ағзамыздан бүйрек арқылы сыртқа шығарылады. Яғни зәр арқылы. Келесі бізде оттегі. Яғни оттегі бұл көбіне бізде өсімдіктерде жүретін процесс, фотосинтез процесінің нәтижесінде түзіледі. Бізде көмірқышқыл газы мен судың әрекеттесу нәтижесінде глюкоза мен осы оттек түзілетіндігін білеміз. Яғни оттегі бізде лептестік усица арқылы сыртқа шығып отырады. Және де соңғы өнім ол өт пигменттері. Өт пигменттері бізде бауырда гемоглобиннің ыдырауынан түзіледі, және де ол бізде фекалия арқылы, яғни үлкен зәр арқылы сыртқа шығып отырады. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыз осы, және де сабақты қорытындылай келе сіздерге тапсырма ретінде, яғни суретте көрсетілген жануарлардың бөліп шығару өнімдері мен астында жазылған 5 мүшені сәйкестендіру. Осы жауаптарды сәйкестендіріп комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.